Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге витаминге толы салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің 1-2 минуттық уақытыңыз мен үшін өте маңызды. Алдымен бізге піскен сәбіз, піскен қызылша және картошка керек болады. Мен бұл жерде бір ыдысқа ғана салатын етіп жасадым. Сіздер көбейтіп жасайтын болсаңыздар, құрамын көбейтуге болады. Алдымен алманың қабығын ашып аламыз, жақсылап. Келесіде алманы кубықтап турап шығатын боламыз. Келесіде сәбізімізді де алып, оны да кубықтап турап аламыз. Осылайынан. Достар, бұны жасап көріңіздер, өте оңай және дәмі өте ерекше болады. Достар, менің каналымда жасалу жолы өте оңай рецепттер бар. Қолжетімді заттардан, яғни үйде бар заттармен жасалатын салаттар бар, тіске басарлар бар. Соларды көре кетіңіздер. Келесіде картошкамызды кубықтап турап аламыз. Келесіде қызылшамызды да кубықтап турап аламыз. Қызылшаны білесіздер, витаминге өте бай. Қазір қыс мезгілі болғаннан кейін біз витаминді көп жеуіміз керек, оны білесіздер. Сол себепті қолжетімді заттардан тұратын салаттың рецебін жасадым. Пісіресіз, оны турап дастарханға ұсына саласыз. Міне, барлық затымызды турап болдық. Енді 3 ас қасықтан жоғары майонезімізді салып, мен тұз салмадым, себебі алма мен қызанақтың өзінің тәттісі бар ғой, сол себепті тұз салмадым. Өте нәзік, бір керемет дәм болады. Сол себепті сіздерде тұз салмасаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Міне, салатымыз дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Әдеттегідей айтқандай, мен бұл жерде бір тәрелкелік қана жасағанмын. Өзіңіз көлеміне қарай көбейте берсеңіз болады. Міне, салат дайын. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңызшы. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Алла сізге разы болсын. Сау саламатта болыңыз. Мен сізді каналымда күтем.